Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен крючокпен қалай тоқу керек екенін үйренеміз. Ол үшін бізге қажетті крючок керек және жіп керек. Мен тек қана остаток жіпті алдым және схема керек. Міне біз мынандай схема сызып алдым. Біз бүгін тоқитын схемамыз воздушная петля. Бос тор көз деп аудардым қазақша. Және осы бос тор көзбен біз шынжыр тоқуды үйренеміз. Ол үшін бізге қажетті мен 2,5 мм крючок алдым. Былай ручка ретінде ұстасаңыздар да ыңғайлы болса, мен өзім былайынан ұстаймын. Енді тоқуымызды бастаймыз. Ол үшін жіпті былай орап аламыз. Қысқа жағын былай қалдырамыз. Крючоктың басына іліп, мына жерден былай шығарамыз да түйін жасаймыз. Көрдіңіздер ғой. Енді мына қысқа жіпті қалдырамыз. Мынау жіпті былайынан ұстаймыз. Мына жерден бүйтіп қолымызға іліп алып. Енді мына жерді жайлап қана мына тор көзінің ішіне кіргізіп тоқимыз. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Былайынан аласыздар. Былайынан тор көзінің ішіне кіргізіп тоқи береміз. Мынау бізде воздушная петля деп аталады. Осылай өздеріңізге қажетті воздушная петляны тоқи бересіздер. Өте оңай. Осылай ұстап тұрасыздар. Және мына жерден іліп алып, екінші тор көзге кіргіземіз. Осы тоқылған тор көзден құралған тоқыма бізде шынжыр деп аталады, цепочка деп аталады орысша айтқанда. Міне достар, түсінікті болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сәлем достар. Менің есімім Фарида. Біз бүгін крючокпен тоқудың келесі сабағын үйренеміз. Ол үшін бізге тағы да схема түрінде көрсетейін. Столбик с одним накидом. Бұл белгіше, мынандай белгіше болып тұрады. Схема бойынша мынандай белгіше болып тұрады. Столбик с одним накидом. Енді біз ары қарай жалғастыру үшін міне біз осындай цепочка тоқығанбыз алдыңғы сабақтарда. Осыған ары қарай үйретейін. Ол үшін екі петляны жоғары көтеріп тоқимыз. Енді осыған крючокқа бір жіпті іліп аламыз дағы. Мына жерден міне бізде крючокта үш не тұр. Жіп. Енді осының біреусінен бір өткіземіз, екеусінен. Және екеусінен бір өткіземіз. Міне сонда бізде столбик с одним накидом шығады. Тағы да көрсетейін. Біреусін іліп аламыз. Келесі тор көзге крючокты кіргізіп, біреусін шығарып аламыз. Енді мына екеусін бір тоқимыз. Және мына екеусін бір тоқимыз. Сонда столбик с одним накидом деп шығады. Егер болашақта кездесіп жатса, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами деген болады. Ол кезде уже біз крючокқа міне екеуден және үшеуден іліп алып тоқи береміз. Бір накидті іліп аламыз. Мына тор көзден крючокты. Енді мына екеусін бір тоқимыз. Және мына екеусін бір тоқимыз. Сонда столбик с одним накидом болып шығады. Міне біздің узорымыз уже басқаша болып көрініп жатыр.
түсінікті деген ойдамын. Егер түсінбесеңіздер, төменде комментарийға сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Менің каналым қызық болса, жазылып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Болашақта тағы да қызықты видеолар саламын. Енді біз жеңін тоқимыз. Жеңін тоқу үшін сіздерге көрсетіп өтейін. Жеңді аламыз. Примерно дәл ортасынан екі петля жоғары көтереміз. 1, 2, екі накид іліп аламыз. Келесі петледен бастап тоқимыз. 1, 2. Тағы да екі накид іліп аламыз. Мына жіпті ішіне қарай кіргізіп кетейік. 1, 2. Осылай соңына дейін айналдырып алып кеп тоқимыз. Міне біз соңғы петлясына келіп қалдық. Енді мына екеуісінің басын бір-біріне біріктіреміз. Және екі петля жоғары көтереміз да, бұлай аударып, келесі айналымда тоқимыз. Міне біз бір айналым өттік, та екінші айналымда өттік. Енді мына екі басы мен мына екі басын бұлай біріктіреміз. Екі петля жоғары көтереміз. Енді бұлай айналдырып өтеміз. Осылай біз қажетті жеңге дейін тоқып өтеміз. Неге біз жеңін тоқып алдық? Мынау етегіне салған узордағыдай жеңіне де салып өттім. И алдына салып өтеміз. Екінші жең тура осындай қылып тоқып өтсеңіздер болады. Мына узорды менің алдыңғы видеоларымнан қарасаңыздар болады. Біз міне жемпірімізді аяқтадық. Мына екінші жеңін тоқыдық. Мына екі жеңіне узор салдым және алдыңғы жағына узор салдым. Осымен біздің жемпіріміз аяқталды. Егер менің видеом ұнап жатса, подписка бөліміне өтіп, лайк, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Біз бүгін осындай әп-әдемі роза тоқып шығамыз. Енді біз бұл розаны тоқу үшін біз 30 петля тоқып аламыз. Мен уже тоқып алдым. Енді біз жоғары қарай 4 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Мына 5-ші петляға 2 накидпен тоқып өтеміз. Біреу осы петляға 6
петля тоқимыз 2 накидпен. 1, 2, 3, 4, 5, және міне 6-шысы. Енді келесі бір петляны тастап кетіп, келесі петляға тағы да 6 петля тоқып өтеміз. 2 накидпен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және соңына дейін бір петля тастап келесі тоқып өтеміз. Міне бізде осындай узор пайда болды. Енді басына келдік. Жоғары қарай тағы да 4 петля көтереміз. 1, 2, 3, 4. 2 накид іліп аламыз. Келесі петляға тоқимыз. Осылай 4 петля тоқып өтеміз. Әр петляға. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Без ничего накидсіз няқа тоқимыз. Міне. Сонда бізде осындай узор пайда болды. Келесі 1, 2, 3, 4. 2 накидпен петляға тоқимыз. Келесі 4 петля тағы тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мына тор көзге кеп тоқимыз. Міне бізде осындай узор пайда болды. Соңына дейін осылай тоқып өтеміз. Міне біз розамызды аяқтадық. Енді осыны әп-әдемі қылып жинақтап, ортасынан ине жіппен тігіп шығамыз. Роза гүлім дайын болды. Егер менің видеом ұнаса, подписки бөліміне өтіп, жазылып кетулеріңізді сұранамын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін төменгі бөлігін тоқимыз. Ол үшін мына жерден 2 петля іліп аламыз. Жоғары қарай былай айналдырамыз. Тура осы узормен 5 петля тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Енді 6-шы петляға 2 петля тоқимыз. 1, 2. Дальше тағы да 5 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 6-шы петляға тағы да 2 петля тоқып өтеміз. 1, 2. Дальше осылай 5 петляға, 6-шы петляға 1 петля, 2 петля, солай кеңейтеміз етегін. Міне біз қосып шықтық. Енді тура осындай узормен ешқандай қоспасыз, ешқандай петля қоспай 2-3 рет тоқып өтеміз. Біз міне қажетті жерге дейін тоқып алдық.
Енді біз ары қарай етегіне узор салуымыз керек. Узорды қалай саламыз? Бұл жерден бастайын. Бір, екі. Бұлай қаратамыз. Үш. Мына жерде 1, 2, 3-ші петляға тоқимыз. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3-ші петляға тоқимыз. Келесі 1, 2, 3. Бірінші, екінші, үшінші петляға тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 келесі петляға тоқимыз. Осылай соңына дейін чередовать етіп тоқып шығамыз. Міне соңына таман келдік. Мына жерде 3 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Және соңын бір петля іліп аламыз. Соңына 1, 2. Бұлай қарай ауыстырамыз. Енді мына жерге құр бір петля іліп кетеміз. Енді мына 5 петляның ішіне біз накидпен 9 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 петляға бір петля іліп кетеміз. Келесі 5 петляның ішіне тағы да 9 петля тоқып өтеміз. Осылай чередовать етіп тоқи бересіздер. Міне бізде сонда мынандай узор шықты. Байқап отырсаңыздар. Енді біз келесі рядты тоқимыз. Бұлайнан ауыстырамыз. Енді 2 петля жоғарыға тоқыдым. Біріншісі емес, екіншіге накидпен тоқып отырамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мынаған тоқымаймыз. Ортаңғысына тоқымаймыз. Мына жақтан бір үстіне тоқымаймыз. Сонда ортадан 3 петля тастап кетеміз. Келесісіне дәл осылай 7 петля тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Көрдіңіздер, біреу, екеу, үшіншісіне тоқымаймыз. Мынаған тоқымаймыз, мынаған тоқып кетеміз. Ары қарай осылай өздеріңіз соңына жалғастырып отырамыз. Жалғастырып өтіңіздер. Соңына келдік. Бір петля іліп аламыз. Мына жерге біріктіреміз. Мына осымен біздің үстіңгі бөлігі аяқталды.
Енді бізде жеңі және алдыңғы бөліктері бар. Менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер.